Сарыағаш ауданында тарихи және маңызды оқиға өтті. Германиядағы кеңес әскерінің тобы мен Варшава келісім тобы қоғамының ардагерлері өздерінің кезекті кездесуін өткізді. Басқосуды республикалық қоғамдық бірлестіктің төрағасы Бақыт Сәбденұлы Тастанов жүргізіп, жастарды патриотизм мен отансүйгіштікке тәрбиелеудің маңыздылығын ерекше атап өтті. Ауданымызда кеңес одағы кезінде Германия, Венгрия, Болгария, Чехословакия сияқты социалистік елдерде әскери қызмет атқарып ел қорғаған ардагерлердің көптігімен мақтанамыз. Олардың қатарында ауыр жарақат алған сарыағаштықтар да бар. Осы ардагерлердің бірлестігі ауданымызда өз жұмысын жалғастырып, мектептерге барып өскелең ұрпаққа отанға деген сүйіспеншілік пен патриотизмді сіңіруге. Кездесуде ардагерлер өздерінің ерлік жолдары мен тарихи тәжірибелерімен бөлісті. Жиын барысында қоғамдық бірлестіктің төрағасы Бақыт Тастанов маңызды тақырыптарды қозғап, жаңа ардагерлерге арнайы куәліктер мен сыйлықтар табыс етті. Көрші Өзбекстаннан келген ардагерге де ерекше құрметке ие болды. Біз өзімізді нағыз ұлы отан соғысы ардагерлерінің ізбасарлары деп санаймыз. Себебі аман сау Европаға аяқ басқан әрбір ұлы отан соғыс ардагерлері осы біздің қоғамда қызмет қылған. Біз тарихы тереңде жатқан қоғамның ұрпақтарымыз. Бүгінгі мен арнайы Сарыағаш ауданына келіп отырмын. Осы Сарыағаш ауданының қоғам бірлестігінің филиал басшысы Батырхан Мұсалиев отыр. Осы шақырумен арнайы келдім. Өзім Астана қаласындамын қазір. Келгенде қатарымызға кіріп жатқан азаматтарды куәлік тапсыру, Өзбекстаннан келген достық мемлекетіміздің азаматтарына алғыс хатымызды білдіріп, оларды марапаттау. Себебі біз көрші мемлекетпен тату тұру біздің мақсатымыздың болып саналады. Енді қоғамның ішіне келсек, біз көбінесе жастармен жұмыс істейміз. Мектептерде шара өткізу, балдардың біліміне, тәрбиесіне, өнегесіне, денсаулығына көңіл бөлу. Ол білесіздер, мемлекетіміздің болашағы осы жастар. Алдағы уақытта да осындай кездесулер мен ерлікке толы шаралар жалғасын табады деп күтілуде. Бұл қоғамдық бірлестік өскелең ұрпақтың тәрбиесіне айтарлықтай үлес қосып, олардың бойында патриоттық рухты ұялататын маңызды іс-шаралар өткізуде. Ардагерлеріміздің тәжірибесі мен ерлігі әрқашан үлгі болып қала бермек. Халима Мақсатқызы, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.